Қызын ұзатқан әке күйеу тойына бармайды дегенді естіп пе едіңіз? Рас, бұл алғашында оғаш естілуі мүмкін. Сонда құда жағында тойы болып жатқанда қыздың әкесі үйде жалғыз отыра ма деген заңды сауал туындайтыны анық. Бұл салт еліміздің батыс өлкесінде әлі күнге дейін сақталған. Алайда оның түпкі шығу төркінін, мақсаты мен міндетін айқындайтын этнографиялық дерек жоқтың қасы. Әлбетте, мұның тарихтан тамыр алатын терең мағыналық себептері бар екені анық. Өкінішке қарай, қолымызда өзге дәлелдер жоқ екенін мойындаймыз. Ал өзіміздің қарапайым қисынға салсақ, әкесі қызының бетін ашқанын көрмеу керек деген түсініктен туғанын топшылауға болады. Өйткені батыс өңірлерде әдетте беташар рәсімі той үстінде өтеді. Екіншіден, қалыңдықтың әкесі қызына ақ батасын беріп, оны болашақ күйеуіне сеніп тапсырады. Сөйтіп, негізгі миссиясын аяқтағандай болады. Заман ағымына қарай салт санамызда жаңарып отыратыны белгілі. Сол себепті кейбір дәстүрлеріміз өзектілігін жойып, уақыт сахнасынан түсіп қалуы заңды құбылыс. Ендеше, бұл тақырыпты көтеру арқылы көнені көксеп, ескі жоралғыны насихаттап отыр екен деген ой тумау керек. Біздің міндет, біздің мақсат кез келген дәстүрдің түп төркінін түсінуге тырысу. Ал сіз не ойлайсыз? Пікіріңізді жазып, ойыңызбен бөлісе отырыңыз. Салтымызды сақтап, дәстүрімізді дәріптей жүрейік.